Амансыздар, құрметті көрермендер, JM арнасының тікелей эфирінде ерекше шабытқа толы шығарылым. Күнделікті тұрмыста тастай салатын жеміс қабығы, ал ол ғылымның бір тарауына айналып, хош иісі майға айналатынын білдіңіз бе? Бүгінгі студиямызда осы жаңалықтың авторы облыстық кезеңнен бірінші орын алып, республикалық кезеңге жолдама иеленген жас зерттеуші Ағзатұлы Ақсұңқар және оған бағыт бағдар беріп, оны ғылымға жетелеген жетекшісі Қожахметова Замира Рахметқұлқызы. Замира Рахметқұлқызы, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Алдымен осы жобаның дүниеге келуі туралы айта кетсеңіз, идея қайдан пайда болды? Бұл идеяны біз күнделікті тұрмыстағы қалдықтарды өнім ретінде пайдалануды жүзеге асырғымыз келді. Оқушым Ақсұңқар екеуміз түрлі видеоларды, түрлі деректерді талдай отырып, осы жеміс қабығынан, оның ішінде цитрусты жемістердің қабығынан эфир майын алуды, соны зерттеп көруді жөн көрдік. Зерттеу жүргізу әрине оңай емес. Жолда болған қиындықтарды қалай жеңдіңіздер? Бізде қиындықтар енді көбінесе мынау жеміс қабығынан эфир майын алу орыс тіліндегі деректер бізде көп кездеседі. Сол деректерді енді қазақ тіліне аударып, соны түсінуде бізде қиындықтар кездесті. Бірақ біз ол қиындықтарды қиындық деп санаған жоқпыз. Өзіміз мақсатқа жетелеп, сол мақсатта жұмыс жасадық. Жеміс қабығы хош иісі май тақырыбы қарапайым көрінгенімен ғылыми жолда жаңалығы өте мол. Сіздер осы нәтижеге қалай қол жеткіздіңіздер? Біз нәтижеге қол жеткізу үшін осы гимназияның химия пәні мұғалімімен бірігіп жұмыс жасадық. Содан соң қалада Жамбыл жоғары политехникалық колледжінің химия кафедрасына барып, сол жақтағы маманмен жұмыс жасап, тәжірибелік жұмыстар жүргіздік, эфир майын алдық. Енді алда бізде республикалық кезең келе жатыр. Дайындық қалай жүзеге асуда? Біз дайындықты күшейтіп жатырмыз. Ол жерде қорғау жүзеге асатын болғандықтан, Ақсұңқар енді қорғауға жақсылап дайындалады. Облыстық кезеңде де біз қорғадық. Сол жерде өзіміз көрген кемшіліктерімізді енді республикалық кезеңде дұрыстап, жақсы дайындықпен барамыз деген үміттеміз. Рахмет. Ақсұңқар, қош келдің. Айтшы, жеміс қабақтарына қызығушылығың қалай пайда болды? Мен YouTube каналда жеміс қабығын түрлі салада қолданып жатқанын көрдім, және оны мен қызығушылығым артылды. Тәжірибелердің қайсысы саған ең қызық болды? Мен эфир майын алған кезім. Мен оны екі салада алдым, екі әдісте алдым. Оның біреуі престеу әдісі. Ол үшін маған престейтін зат және центрифуга сақтайтын ыдыстар керек болды. Мен екі апельсин алдым да және оны жуып кептіріп қойдым. Оның қабығын алып престеп центрифугаға жарты сағатқа салдым. Бұл зерттеу саған нені үйретті? Қалдықтарды қайта өңдеуді. Болашақта тағы қандай тәжірибелер жасағың келеді? Мен оны тағы әртүрлі салада қолдануды зерттеймін. Жарайсың. Республикалық кезең енді жақындап келеді. Жүрегіңде қандай мақсат бар? Бірінші орын алуды мақсат қоямын. Жарайсың. Міне көрермендер, еңбектің, ізденістің, талпыныстың нәтижесі облыстық кезең. Бұл бастаудың басы ғана деп сенеміз әрине. Алдағы республикалық кезеңде саған сәттілік тілеймін және жетекшісіне толайым табыс тілеймін. Құрметті көрермендер, біз бүгін болашақ ғалымның нағыз нәтижесін көрдік. Алдағы кезекте республикалық сайыстарда сәттілік тілейміз. Білім ол биікке шығаратын құштарлық. Енді кезекте Ақсұңқарға зор табыс, Замира Рахметқұлқызына шығармашылық шабыт тілейміз. Сіздермен болған JM арнасының жүргізушілері Мұрат Нұргүл және Есілбаева Жанель. Келесі кездескенше амандықта болайық.